Көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі бойынша таудағы от. Арқарлы тауының қия жартасты бір төсінде, шырқау биікте арқардың бір шағын үйірі түнеп жатыр еді. Тау тағылары жатқан кішігірім алаңның бір жағы тік шаншылған құзда, екінші жағы кеудесі аспанмен астасқан ақ сәлделі шың. Сәлденің жырымдалып, сүрленіп, кеберсіп жатқанына қарағанда, көктемнің жылы лебі шың төсінде еркін шарпи бастағанын көруге болады. Жаңа аяқтанған қозыларын бауырына алып, 4-5 аналық арқар күйіс қайырып, бейхабар тұрған. Олар секем алар нәрсе бұл маңда жоқ сияқты. 20 қадамдай жерде шың бауырына тығыла, биік жартас үстінде бейне бір тас мүсін сақшы құлжа тұр. Сырт қарағанда тастан өсіп шыққандай ай мүйізді өр кеуделі сақшыны жансыз ба деп те қалуға болар еді. Төңірек тым-тырыс, тымырсық, тау төсін аймалар таңғы самалда ұйқыда. Тек қана бұл өңірді бетке алып, баяу жылжып келе жатқан қою қара бұлт шың кеудесін құшып, айқара торлап алыпты. Оның қою шүйкесін жырта әредік-әредік от қамшы найзағай көрініп қалады. Бір кезде сақшы селт ете қалады. Оның алдыңғы аяғы сықыр етіп, екі құлағы елең ете түсті. Тасты тарпып, осқырып жіберіп еді. Тыныш жатқан үйір қалың арша арасындағы жалғыз аяқ жолымен шыңды өрлеп жосып берді. Бірақ сақшы кешікпей тоқта дегендей белгі берді. Үйір ошарылып қалды. Еңісте тау бұлағы сылдырап ағып жатқан бүлдіргенді сайды өрлеп, жерден сәл-пәл көтеріле, толықсып, балқып бір от кетіп бара жатты. Арқар аяқ астынан пайда болып, біртіндеп алыстап кеткен отқа біраз үнсіп қарап тұрды да, қатты пысқырынып алып, қайтадан тыныштық белгісін берді.